Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз компьютердің конфигурациясы тақырыбын өтеміз. Бұл сабақта сендер компьютердің негізгі бөліктерін танып, әр мақсатқа лайық конфигурацияны таңдап үйренесіздер. Оқушылар, экранға қараңдаршы. Бұл компьютерлердің айырмашылығы неде деп ойлайсыздар? Қайсысы қымбат және неге? Мысалы, өз туған өлкең туралы бейнеролик жасау үшін қайсысын таңдар едіңіз? Иә, балалар, компьютердің әртүрлі мақсатына байланысты, қолданылу саласына байланысты әртүрлі конфигурациядан тұрылуы мүмкін. Сондықтан бүгін балдар біздер компьютердің конфигурациясымен танысамыз. Компьютердің негізгі конфигурациясы жүйелік блок, монитор, пернетақта және тінтуірден құралады. Жүйелік блоктың негізгі конфигурациясына кіретін ішкі құрылғылар бұл аналық тақша, процессор, жедел жады, қатқыл диск, бейнекарта және қуат көзі. Дербес компьютердің конфигурациясы негізгі функционалдық мақсатына байланысты келесідей болып бөлінеді. Кеңсе компьютерлері, үй компьютерлері, дизайнерлік және ойын компьютерлері. Кеңсе компьютерлері негізінен кеңселік программалар мен қосымшалармен жұмыс істеуге арналған. Сондықтан қатты қуатты конфигурацияны қажет етпейді. Үй жағдайына арналған дербес компьютер өте қуат пен өнімділікті қажет етпейді. Сондықтан оған тек қана бейне мен дыбысты шығарып интернет желісіне кіруге мүмкіндік беретін конфигурация болса жеткілікті. Ойынға арналған дербес компьютерлер басқа компьютерлерден қуатты графикалық шағын жүйелермен ерекшеленеді және процессорда қуатты болуы қажет. Дизайнерлік дербес компьютерлер немесе графикалық станциялар үлкен және күрделі графикалық қосымшалармен, фотосуреттермен жұмыс жасауға арналған. Ал енді жүйелік блоктың негізгі конфигурацияларымен танысайық. Аналық тақша негізгі бөлшектер орналасқан компьютердің басты микросхемасы. Аналық тақшада слоттар саны маңызды болып табылады. Процессор компьютердің миы. Барлық есептеу мен тапсырмалар осы жерде орналасады. Қазіргі заманда процессорлар көп ядролы болып келеді. Мысалы 4, 6, 8, 16. 4 бұл базалық шешімдерге арналған, ал 6 ядролы ойын мен көп функционалды жұмыстарға арналады. 8-16 ядролы кәсіби шешімдерге арналады. Мысалға, бейне өңдеу, графикамен жұмыс. Ал тактілік жүйелік процессордың жылдамдығын сипаттайды. Ол гигагерцпен өлшенеді. Мысалы, 3-5 гигагерц жиілікті процессор 1 секундына шамамен 3-5 миллиард операция орындайды. Сонымен қатар процессордың тағы негізгі параметрі бұл кэш жады. Процессордың жадысы болып табылады. Ол өте тез жұмыс жасау үшін қажет. Кэш жады жедел жадыға көп жүктеме үшін қажет. Яғни, процессорде ядро саны көп болса, компьютер бірнеше істі қатар атқара алады. Ал жиілік жоғары болса, әр істі жылдам орындай алады. Енді келесі құрылғымыз жедел жады, немесе RAM дейміз. Бұл процессордың көмекшісі немесе уақытша есте сақтау құрылғысы. Ол ағымдағы ақпаратты уақытша сақтайды. Компьютер қуат көзінен айырылған кезде жедел жадыдағы ақпарат жойылады. Қазір көпшілік компьютерлерде 8-16 гигабайттық жедел жады қолданылады. 8 бұл кеңсе үй компьютерлеріне жарайтын болса, 16 гигабайттық бұл ойын компьютерлеріне тиімді болып келеді. Келесі құрылғымыз қатқыл диск. Қатқыл диск HDD, SSD болып бөлінеді. Бұл мәліметтерді ұзақ сақтайтын құрылғылар. SSD дискілері бірнеше есе жылдам және дыбыссыз жұмыс істейді. Сондықтан заманауи компьютерлердің көбі SSD-ді қолданады.
Келесі құрылғымыз бейне карта. Суреттер мен бейнелерді экранға шығарады. Ол графиканы өңдеуге жауап береді. Қазіргі замандағы бейне чиптер процессорлерге кірістірілген, және олар кіріктірілген графика деп аталады. Сонда, егер біз ойын ойнамайтын болсақ, немесе үлкен қуатты графикамен жұмыс жасамайтын болсақ, компьютерге кіріктірілген бейне карта жеткілікті болып табылады. Ал ойын ойнап немесе қосымша графикамен жұмыс жасап үлкен ақпаратты өңдейтін болсақ, бейне ақпаратты өңдейтін болсақ, бұл кезде біздерге бейне карта қою қажеттігі туындайды. Бейне карталардың кең таралған фирмалары Nvidia, GeForce фирмасы және AMD фирмасының Radeon фирмасы ең танымал үлгілер. Сонымен қатар, жүйелік блоктың маңызды бөліктерінің бірі бұл қорек көзі. Компьютерді тоқпен қамтамасыз ететін құрылғы, оның ең маңызды сипаттамасы қуат өлшемі болып табылады. Мысалға, 450 ватты бейне картасыз дербес компьютерге ол жеткілікті болады. Ал егер бейне картасы болған жағдайда, онда 650 ваттық қоректену көзі қажет болады. Компьютердің конфигурациясын анықтайтын келесідей бағдарламалар бар. CPU-Z, Everest Ultimate Edition. Бұл бағдарламалар көмегімен компьютердің конфигурациясын біліп, әрбір құрылғының өнімділігі мен сипаттамаларын көре аламыз. Енді оқушылар, бірінші тапсырмамыз конфигурация құрамын тап деп аталады. Экранда жүйелік блоктың ішкі бөліктері беріледі, солардың атауларын атауыңыз қажет. Ол үшін EducaPlay платформасына кіріп, тапсырманы орындаймыз. Балалар, бұл жерде сіздерге жоғарыда құрылғы атауы беріледі. Және сіздер сол құрылғы атауына сәйкес суретті белгілеуіңіз қажет. Сәлем балалар, қазір біз көзге арналған жаттығулар жасаймыз. Басымызды бұрмай, көзімізбен оңға және солға, оңға, солға. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Енді көзді жоғары, төмен, жоғары, төмен. 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Жақсы. Көзді қатты жұмамыз. 1, 2, 3. Көзді ашамыз да ұзаққа қараймыз. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3. Тағы да ұзаққа қараймыз. Өте жақсы балалар. Балалар, көзіміз ауырған жағдайда осы жаттығуларды қайталаймыз. Қош сау болыңдар. Оқушылар, екінші тапсырмамызда жұптық жұмыс болып табылады. Жұптасып жұмыс жасаймыз. Бұл жерде сендерге кесте берілген. Осы кестені біздер келесі мәліметтермен толтыруымыз керек. Мынарада берілген құрылғылардың кеңсе немесе ойын компьютерінің конфигурациясын құрастыру қажет. Және неліктен дәл осылар таңдағанымызды дәлелдеуіміз керек. Үшінші тапсырма менің өлкемнің медиа жобасы деп аталады. Бұнда топтасып жұмыс жасаймыз. Сіздер Орал өңірін танытатын қысқа бейнеролик дайындайсыздар деп елестетіңдер. Ол үшін қандай компьютер таңдайсыздар? Таңдаған конфигурацияны 3 аргументпен дәлелдеңдер. Мысалы, бейнекарта сапалы болу керек, жады көлемі қандай болу керек, өңдеу жылдамдығы қандай болу керек. Кім жылдам викторинасын ойнайық? Ол үшін QR-кодты сканерлеу арқылы Quizzes платформасынан тест тапсырмаларын орындаймыз. Үй тапсырмасы Venn диаграммасын пайдалану арқылы әртүрлі компьютерлер салыстырыңыз. Бұл дизайнерлік ойын кеңсе компьютерлерін ортақ қасиетін анықтайсыңдар және әрбіреуінің ерекшеліктерін анықтаймыз. Және сабағымыздың соңында Mentimeter.com платформасы көмегімен рефлексия жасайық. Сабақты қалай түсінгеніңіз туралы мәлімет бере қойыңыздар.
Ал оқушылар, осы мен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.